төгілді, мансап құмар жауыздар жарылып екіге бөлінді. Қара ниет қорқаулар арандатты елімді. Әділетсіздіктің аяз өтті арқамнан, жазылмастай жара қалды қаңтардан. Жауыздар құрып торларын, сорладың-ау халқым сорладың. Қайта келген қыз жаман, іштен шыққан жау жаман. Тарылған уақыт бұл заман. Саралаған болып анығын, ұстадық деп қамап қойды, жуасы мен арғын. Көз бояу қып көрсетіп, қамаған болды біразын. Билікке келіп ер жетіп, бостандықта жүр азғын. Томаған қазақ байлығын, бостандықта жүр әлі. Жыртқыш адам балығын, айта берсем барлығын. Жетем екен Құдайға, жазықсыз отырған қазақтардың зар мұңы. Ой, жарайсың. Жарайсың, Махамбет. Ағды берсейші, жібер. Аттың басы, өткенде тағы бір екі өлең жазған. Тағы айт біреуін. Махамбет деген бауырымыз, осқанды қаңтардың. Мен едім, бар қазаққа кең едім. Дінмұхаммедтің барында тыныш жатқан ер едім. Сен орыс, сен татар, сен башқұртсың демедім. Дінмұхаммед аталарда еңіреген ер едің. Халық үшін аянбай жасап берген керегін. Ойым мұхит тереңім, нағыз асыл сен едің. Мен едім, Алтынбек пен Заманбек екі тарлан бөледің. Өздеріңнің барында Нұрсұлтаннан қорықпай, барлығында анықтай, байлық қайда кетті деп сұрағанда себебін. Теу башып есігін, құлағында бұрағанда сен едің. Өздеріңнің барында өзіме өзім бегедім. Халқыңның ойлап керегін, ауылдан келген момынға тегін беріп жерлерді. Қазақтың талайын жебедің. Халқың үшін жаралған, симай кеткен маңдайға екі биік төбедің. Қастерлейді сендерді, ұмытпайды, болашақ рухы биік өрелің. Ой, бәрекелді. Ой, жарайсың. Махамбет, жарайсың. Міне, Махамбетте батырларыңыз отыр. Міне, Құдайдың қалауымен, біздің қолдауымызбен шығады бұл батырлар. Қас батырлар, қазақтың қас батырлары. Ешқандай террорист емес. Ешқандай террорист емес. Көріп отырсыңдар ғой, міне. 20 міне басы 20 мың түгілі екі террорист табылмай жатыр. Бошан, жаңағы Әбілқасым деген жігіттер бізбен бірге барды, бізбен бірге жүрді. Міне, мәшиненің, жаңа автокөліктің рөліне отырмаған адамды, Нұрлан бергеш міне, мына жігітті рөліне жақын келмеген, келтінде ұстамаған адамды уғон деп жаңағы мәшинені ұрлаған адамға мынаған тағып қойды. Әділет па бұл? Қай жақтан шықты? Бошан, жаңағы Бошан мен Әбілқасым дәл сол біреу рөлде, біреу ішінде дәл сол навигацияға барған адамдар. Олар бізбен бірге отырып, бізбен бірге жаңағы тергеуге қатысып жүріп, жаңағы несін жазды да кетіп қалды. Менің естуім бойынша Бошанның мықты бір ағасы бар екен. Зарешний ма сол жерде жаңағы мықты мынандай осындай күшті құрылымда істейтін ағасы бар екен. Соның арқасында да соған берген, жаңағы берді ма, нетті ма білмейміз ғой. Бермес, қазір біздің уақытта бермесе шықпайды. Сондай немен жаңағы шығып кетіп отыр бостандыққа. Олар неге заңға тартылмайды? Олар неге келмейді? Олар неге бізбен бірге отырмайды? Міне, әділет